Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Корея елінің 2025 жылы шыққан, қазіргі уақытта танымал болып жатқан «Дружеское соперничество» деген дораманың бірінші, екінші және үшінші серияларын қысқаша мазмұндап беретін боламын. Менің ойымша шынымен де өте жақсы дорама. Сол себепті соңына дейін қараңыздар. Дораманың басында бір қыз өзін кішкентай кезінен бастап ешкімнің байқамағандығын, ешкімнің мұнда шаруасы болмағандығын айтады. Ол кішкентай кезінде бала бақшадағы балалармен бірге мұхиттың жағалауына барған екен. Кейін барлығы кетіп қалып, оны сонда ұмытып кетіпті. Ол басқа балалар секілді формасын кимей, анасын тыңдамай қырсығып, паншайымның көйлегімен келген екен. Солай оны тәрбиешілер байқамаған болар. Жетімдер үйінде де ол жайлы барлығы ұмытып кетіп, тамақты да ішкен кезде ол ішпей қалып қоя берген екен. Содан ол қарны аш кезінде құр су ішіп қана жүре беріпті. Кейін өскесін оны мектепте сыныптастары жетім деп кемсітіп тиісе беріпті. Оларға бір жігіт заңсыз жұмыс ұсынып, олар басқа біреудің атымен есірткі дәрілерге рецепт жазғызып алып, оларды дәріханалардан алып отырған. Әлгі жігіт оған да дәрілерді беріп, егер мен секілді болғың келмесе, сабақты жақсы оқы деп айтады. Сол сөздерден кейін ол оқуға жақсы көңіл бөліп, оқу үлгерімі жағынан жалпы мектеп бойынша 15-ші орынға көтеріледі. Содан кейін оны жетімдер үйінде сыйлап, тамақты бөлмесіне дейін әкеліп беретін болған. Оны көріп, ол тіпті бірінші орынға шыққысы келіп кетіпті. Ол әлгі жігіт берген дәрілерді ішіп алып, өзін басқаша әлемде жүрген секілді сезініп, сабақты жақсырақ түсіне бастағандай болыпты. Оқуы жақсарғаннан кейін оның сыныптастарының да бұған деген көзқарастары өзгерген. Солай ол мектептегі бірінші орынды сақтап қалу үшін сабақты оқыған сайын дәрілерді ішіп отырған. 4 ай өткеннен кейін ол Сеулға келіп, тек қыздар оқитын элиталық мектепке келеді. Ол мектепке жаңадан келген оқушыларға арналған мерекелік іс-шара болып жатқан жерге кіріп қалады. Онда бір әже гүлдерін сатып жүреді. Оны күзетші шығармақшы болғанда бір қыз гүлдердің барлығын сатып алады. Сылги бұл көрініске бір түрлі болып қарап тұрады. Гүлді сатып алған қыз өзінің Юджи екенін, осы мектептің президенті екенін айтып сөз сөйлейді. Ол өздерінің 4 жыл бойы сабақ берген мұғалімдерінің жақын арада қайтыс болғанын айтып, 1 минут үнсіздік жариялайды. Кейін ол оқушыларға мектеп жайлы мағлұмат береді. Сылги болса өзінің сыныбына келеді. Одан кейін сол сыныпқа Юджи да келеді. Бір уақытта Сылгидің чемоданы ашылып қалып, заттары шашылып қалады. Сылги оларды жинап жатқанда, Юджи барып оның Кореялық университет деген амулетін көріп қалады. Джи сыныптағы оқушыларға бір қарап өтіп, Сылгидің қасына барып отырады. Сылгиға сыныптағы басқа қыздар келіп, онымен орын ауыстырғылары келетінін айтады. Солай ол бір қызбен орнын ауыстыруға көнеді. Сол жерге Джи келіп қалып, Сылгиға бірге тамақтанайық деп оны қолынан ұстап, өзімен бірге алып кетеді. Басқа қыздар болса аң-таң болып қарап қалады. Сылги да түсінбей соңынан кетіп бара жатады. Солай бірінші серия аяқталады. Екінші серия. Асханада Чхвекён, Ери, Джи, Сылги деген 4 қыз бірге тамақ ішіп, қайда оқуға түсетіндерін айтып отырады. Сылги да Джи секілді медициналық университетке түскісі келеді екен. Сылги асханада барлығы бір дәрілерді ішіп жатқандарын байқап қалады. Кейін ол Сылгидің кішкентай кезінде жоғалып кеткеннен кейін туған анасы қайтыс болғаны белгілі болады. Қазіргі уақытта әкесі қайтыс болып, өгей анасы оны өзінің қолына алған екен. Кейін онда жаңа мектептің формасы болмағасын, ол біреуден киілген мектеп формасын сатып алады. Форманы жуып тұрғанда әкесінің телефонын ашпақшы болады. Сол кезде ол телефонға біреу қоңырау шалып қалады. Ол телефонды көтергенде ешкім жауап бермейді. Келесі күні ол жаңа формасымен мектепке келгенде, оған бір қыз үстіне әдейі шырын төгіп алады да, барлығының көзінше үстінен жаман иіс шығып тұрғанын айтып келеке етеді. Сол кезде барлығы күліп бастаған кезде, ол бұрынғы мектепте өзінің басқа қыздардан таяқ жегенін есіне алады. Кейін қазіргі мектепте жейдесін жуып тұрғанда, оған Джи келіп өзінің жейдесін бермекші болады. Бірақ оған Сылги мен кір жейдемен де жүре бере аламын деп, оның жейдесін алмай қояды. Джи болса оны түсінгенін
айтып шығып кетеді. Сосын олар сынақ емтиханын тапсырады. Бірақ емтиханның сұрақтары Сылгийдің мектепте өткен тақырыптарынан басқаша болып шығады. Сылгийдан басқалары жақсы дайындалғандай болып жауап беріп жатады. Сылгий болса дұрыс жауап бере алмай қалады. Содан кейін ол бір дәріні ішіп алады да қосымша сабақ үйрететін орталыққа келеді. Ол сол орталықта сабақ өтіп жатқан сыныпқа келіп видеоға түсіріп алмақшы болғанда, оны қабылдау бөлімінде отыратын әйел көріп қалып соңынан қуа жөнеледі. Ол лифттен шығайын деп жатқанда алдында Джей тұрады. Джей ол орталықта сабақ өтеді екен. Джей оған өзінің бас киімін беріп орталықтың төбесіне барып тығыла тұрсын деп айтады. Сылгий оны тыңдап төбеге барып тығылып отырады. Оның соңынан Джей барып оған өзінің қолын созғанда, екеуі бір-біріне қарап қалған жерден екінші серия аяқталады. Үшінші серия. Джейдің әкесі қызының қашан туылғаны дұрыс болады деп әлемдегі барлық көріпкерлерден сұраған екен. Солардың көмегімен ол ең жақсы күнді таңдап, сол күнге әйелін кесімді жолмен тууға жазып қойыпты. Сөйтіп ол дені сау, әдемі, ақылды қыз болып өседі. Ең бастысы оның ата-анасы бай болады. Ол кішкентайынан түрлі үйірмелерге қатысып барлығынан жақсы нәтиже көрсеткен екен. Бірақ әкесі үнемі тек оның нешінші орын алғанын ғана сұрап отырған. Оның бір жас үлкен әпкесі бар екен. Оның мектептегі бағалары өте жақсы болыпты. Джейда болса математикадан сәл мәселелер болып, содан ол барлығынан озып кетуі үшін үнемі дайындала берген екен. Тіпті дәретханаға баратын уақыты болмапты. Сөйтіп 6 айдың ішінде ол математика сабағынан өзінің әпкесін қуып жеткен екен. Әкесі оларға кімде қате болса, соның қолынан екіншісі ұру керек екенін айтады. Сөйтіп Джейда ешқандай қате болмай, ол әпкесінің алақанынан бір ұрады. Кейін бірақ әкесінің ол ойы Джейға ұнамайды. Әкесі оған келіп, егер сен асып кетсең, әпкен сені өлтіруі мүмкін деп айтады. Джей содан кейін әпкесінің оны өлтіріп қоймауы үшін одан қашқақтап жүреді. Оның отбасы үнемі шіркеуге барып отырған екен. Ол бірақ Құдайға табыну үшін, кешірім сұрау үшін ешқандай себеп жоқ деп, кейін себеп болу үшін шегіп, ішімдік ішіп көп қыдыратын болған. Яғни күнә жасап отырған екен. Солай ол күнәләрін жуып шаю үшін шіркеуге барып Құдайға табынып отыруды қызығушылыққа айналдырған. Бір күні ол түс көрген екен. Оны ол Құдайдың оған берген бір белгісі деп түсінген. Түсінде ол көпірден өзенге секіріп, өзеннің түбіне түскенде белгілі бір жеңілдікті сезінгендей, жан-жақтағы өмірден, мәселелерден құтылғандай болып көрінген екен. Кейін оның Сылгийге барып қолын созған жерін көрсетеді. Ол оған бір жерге апаратынын айтып, оны әкесінің медициналық орталығына алып келеді де жаңа мектеп формасын береді. Екеуі әңгімелесіп тұрғанда біреулер кірейін деп жатқанын көріп, олар шкафтың ішіне тығылып қалады. Кіріп келгендер Ери мен Шхвегион екен. Олар онда Джей мен Сылгийді әңгімелеп жатады. Сылгийдің өмірі жайлы айта бастағанда Джей Сылгийдің құлағын жауып қалады. Яғни Сылгийдің әкесі жоқ екені, анасының өте жас екені, демек анасының Сылгийді мектеп кезінде туып алғаны мүмкін екендігі жайлы айтып жатады. Солай Сылгий орталықтан шығайын деп жатқанда Джейға алғыс ретінде өзінің университет деген амулетін береді. Кейін Джейді әкесі үйіне апара жатқанда Сылгийдің өте жақсы оқығаны жайлы айтып бастағанда Джей оның бәрібір оған бәсекелес емес екенін айтады. Сылгий үйіне келгенде Джейдің әкесінің оның әкесіне ота жасағаны, бірақ әкесін аман алып қала алмағандығы жайлы есіне алады. Сылгий әкесін тек ол өмірден өтер алдындағы кездерде ғана көрген екен. Келесі күні ол мектепке келгенде Джейдің қасына отырғысы келетінін айтады. Сол кезде 3-ші серия аяқталады. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі серияларға шолуды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қойыңыздар.